Сәлеметсіздер ме студенттер? Қарағанды индустриялық университетінің Қазақстан тарихы және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Мағира Сұлтанқызы боламын. Мен тарих ғылымының магистрімін және сіздерге бірінші курстың бірінші семестрінде оқытылатын Қазақстанның қазіргі заман тарихы курсынан дәріс оқитын боламын. Бүгінгі сіздерменен қарастыратын бірінші тақырыбымыз кіріспе мәселесі, сонымен қатар отандық тарихты оқытудың тұжырымдамалық негіздері. Яғни жоғарғы оқу орнына түскен студенттер Қазақстанның қазіргі заман тарихын оқи отырып, қандай мәселелерді игеру керек, қандай таным түсінік қалыптастыру керек, сонымен қатар нақты нені білу керек және сіздерге қандай талаптар қойылатындығын қысқаша айтып өтеміз. Қазақстанның қазіргі заман тарихы жоғарғы оқу орындарында 5 кредит көлемінде оқытылады. Жалпы осы курсты оқытуға 150 сағат уақыт бөлінген, оның 30 сағаты дәрістерге арналады, ал 15 сағат практика сабағына арналған. Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы, яғни сөз сабақтарына 32 сағат уақыт арналады, және студенттің өзіндік жұмысына, яғни мұғалімнен және аудиториядан тыс өзінің орындайтын тапсырмалары 73 сағат көлем уақытты қамтиды. Содан кейін ерекше ескертіп айта кететін бір мәселе, осы курстың аяқталуы, яғни қорытындылануы мемлекеттік емтихан негізінде қорытындыланады. Яғни 15 апта уақыт осы курсты оқып және лайықты баға алған студент сессия кезінде мемлекеттік емтиханға жіберіледі және мемлекеттік емтиханды тапсыра отырып, жаңағы өзінің тиісті бағасын алады деген сөз. Қазақстанның қазіргі заман тарихы, яғни соңғы 100 жыл уақытты қамтитын тарих, қандай мәселелерге негізделген. Осы пәнді оқи отырып біздің студенттеріміз нақты нені білу керек деген мәселеге келетін болсақ, яғни бұл пәннің мақсаты біздің ұлы даламыздағы мыңдаған жылдар бойы жүріп өткен халқымыздың даму жолы, тарихын, мектептен алған мағлұматтарын қорытындылай отырып, соңғы 100 жылда Қазақстанның мемлекет ретінде даму тарихын біледі, меңгереді және тарихи таным қалыптастырады. Тарихи таным негізінде біз осы Қазақстан Республикасының патриоты және отанын сүйетін көзі ашық азаматтарды қалыптастыруымыз қажет және олардың тарихи санасын дамытуымыз керек. Міне осындай мақсатты негізге ала отырып бірнеше міндеттер қойылады, яғни біздің жоғарғы оқу орындарын оқып отырған студенттеріміз ертең біздің тәуелсіз мемлекетіміздің даму жолында, саясатында, жалпы қоғамында, әлеуметінде, әлеуметтік проблемаларында көзі ашық ретінде, көзі ашық азамат ретінде нақты осы мәселелерді шеше алатын сауатты ақжағалылар, яғни интеллигенттер қатарын қалыптастыратын азаматтар болуы тиіс. Енді сонымен қатар біз сіздерменен бүгін осы отандық тарихты оқытудың негізгі тұжырымдамалық мәселелерін қарастыруда бізге негізінен берілетін бірнеше нақты оқулықтар бар. Осы оқулықтарды мен сіздерге таныстырып өтейін. Өздеріңіз білесіздер, кеңес үкіметінің орнаған кезеңіне дейінгі кезеңде, яғни патшалық Ресейдің кезінде, одан кейінгі 20 ғасырдың басында Қазақстан тарихын зерттеуде танымал болған орыстың бірнеше ғалымдарының еңбектері бар. Солардың қатарында біз қазақ тарихының 20 ғасырда зерттеліп және қағаз бетіне түсуіне ерекше үлес қосқан мынадай ғалымдарды атап өтуімізге болады. Олар Рычков, Левшин, Радлов, Бартольд, Аристов және Левшин сияқты ғалымдар. Ал өзіміздің 20 ғасырда Қазақстан тарихын зерттеуде ерекше еңбек еткен ғалымдарымыздың қатарында біз отандық тарихты зерттеудегі ғалымдардың қатарында біз
Қазақстан тарихының алғашқы ғылым докторы Бекмаханов, Кляшторный, Сұлтанов, Қозыбаев, қазіргі бізге танымал тарихшылардың қатарында Қойгелдиев, Умарбеков, Аяған, Қозғанбаев, Әбілғожин, Масанов, Қасымбаев, Артықбаев және жаңа Абутиев, Байпақов, Ақышев сияқты атақты танымал тарихшыларды және олардың еңбегін қамтитын боламыз. Сонымен қатар соңғы жылдары жарық көрген жаңағы Қазақстан Республикасының бірінші президенті Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстан тарихына байланысты жазған жаңағы 21-ші ғасырдағы Қазақстанның дамуына негізделген потоки история, яғни тарих толқынында сындағы 10 жыл және тағы басқа еңбектерімен танысатын боламыз. Сонымен қатар осы сіздерменен осы курсты оқуда мен қазақ тілді контенттердің арасынан Қазақстан тарихы порталынан көптеген жақсы мәліметтер алуға болатындығын атап өткім келеді. Сонымен қатар менің қолымда отырған еңбек бұл біздің университеттің кітапханасында бар, сатып алынған 2019 жылы ғана басылып шыққан жаңа оқулық Қазақстанның қазіргі заман тарихы деп аталатын Аминовтың, Талғатбек Махметұлы Аминовтың кітабын негізгі оқулық ретінде ұсынамын. Және сонымен қатар Қарағанды индустриялық университетінің кітапханасында электронды оқулықтар бар. Оны сіздерменен алдағы уақытта жұмыс істеу барысында әлеуметтік желілер арқылы, яғни WhatsApp желісі арқылы белсенді сілтемелер тастай отырып, сіздерменен бөлісе аламын. Енді келесі мәселені қарастыратын болсақ, бүгінгі мәселеде біз, яғни сіздерменен қазақ мемлекеттілігінің бастаулары, яғни қазақ жеріндегі мемлекет негізінің құрылу мәселесін қарастырып өтеміз. Ал қалған жаңағы жоспар бойынша берілген, яғни жоспар бойынша көрсетілген нақты 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші пункт бойынша осы оқулықтың жаңағы 9-ші бетінен 25-ші осы оқулықтың 9-ші бетінен 25-ші беттер аралығында берілген 1-ші, 2-ші параграфтердегі тақырыптарды оқып және сіздерге конспектті жасау міндеттеледі. Жалпы Қазақстан территориясындағы мемлекеттіліктің, яғни мемлекет негізінің қай кезде құрылғандығына байланысты мәселе көтерген кезде біздің студенттеріміз бірден қазақ мемлекетінің құрылу тарихын, яғни 15-ші ғасырда, яғни 1454-56 жылдардағы саяси оқиғаларға негіздей отырып, Керей және Жәнібек хандардың 1464-65 жылдардағы қазақ хандығының іргетасын қалаған дәуірден бастайды. Жалпы біздің жеріміздегі мемлекеттілік мәселесін, мемлекеттің негізінің қалану мәселесін талқылайтын болсақ, біздің ұлы даламызда жатқан көптеген археологиялық материалдар және қағаз бетіне түскен көптеген тарихи деректерді біз негізге ала отырып, біздің жеріміздегі мемлекеттің негізі сонау біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтарда қалыптаса бастағандығын көреміз. Оған нақты дәлел ретінде қола дәуірінен бастап қазақтың сайын даласында көшіп қонған көшпелі тайпалардың ру тайпаларға бөліне отырып, рулық тайпалық негіздегі одақтар құрғандығын және өзінің жері бар және сыртқы жаудан қорғана алғандығын біз нақты тарихи деректер көздері арқылы көріп, қазір біліп отырмыз. Яғни, егер этногенез мәселесінде белгілі бір адамдар тобының өзінің тілі,
тілі, салт дәстүрі, наным сеніміне байланысты және мекендеген ортасына байланысты өзара ұқсастыққа, адамдардың өзара ортақ ұқсастыққа ие бола отырып, өзінің жерін қорғауы, шекарасын қорғауы және белгілі бір рулық тайпалық одаққа бірге отырып, жаңағы мемлекеттің алғашқы элементтерін қалыптастыра алу үрдісін біз мемлекеттің құрылуының алғашқы кезеңі деп қараймыз. Мұндай нақты деректерді біз Андрон дәуіріндегі, қола дәуіріндегі Андрон мәдениетін бізге қалдырған тайпалардың жүріп өткен ізінен нақты көреміз. Ендеше қазақ жеріндегі мемлекеттің пайда болуының алғашқы элементтері біздің заманымызға дейінгі, яғни 2-1 мыңжылдықтарда нақтырақ айтатын болсақ, қола дәуірінде қалыптаса бастаған дегенді біз білуіміз керекпіз және мұны еске сақтау керек. Келесі қарастырып өтетін мәселеміз, яғни темір дәуірі біздің заманымызға дейінгі 1 мыңжылдықтар, яғни нақтырақ тарихи деректерге сүйене отырып алатын болсақ, қазақ жерінде Сақ мемлекетінің өмір сүрген, Ғұн мемлекетінің, Қаңлы, Сармат тайпаларының өмір сүрген кезеңдеріндегі бізге қалдырған археологиялық материалдарының және тарихи нақты жазба деректердің негізінде қалдырған жаңағы материалдарға қарайтын болсақ, бұл кезде мысалы қола дәуіріндегі Андрон тайпаларымен салыстырғанда олардың біріккен одағы, яғни мың жылдай уақыт өткенде бұрынғыдан да күрделі мемлекеттің жаңағы элементтері екендігін біз көреміз. Яғни мұнымен нақты нені айтуға болады? Яғни біздің заманымызға дейінгі 1 мыңжылдықта үлкен империялар, үлкен мемлекет құралған Сақ, Ғұн, Үйсін мемлекеттері бүгінгі күнде нақты тарих ғылымында сол кездегі мемлекет ретінде құрылған, мемлекет ретінде қабылданған және мойындалған. Одан кейінгі біздің заманымыздың 4-5 ғасырларынан бастап қазақ жеріндегі құрылған мемлекет құрған тайпалардың қатарында түркі тайпаларының болғандығын білеміз. Яғни 552 жылдан бастап нақты қазақ жерінде, соның ішінде Орта Азияда, соның ішінде қазақ жерінде түркі мемлекеті құрды. Түркі мемлекетін құрған, түрік мемлекетін қағанатын құрған түркі тайпалары өз заманына сай мықты мемлекет құралғандығын және олар 603 жылы өзара ішінен 2 мемлекетке бөлінген кезде батыс түрік қағанаты нақты қазіргі Қазақстанның территориясында жатқандығын және оның территориясы сол кездегі Орта Азиядағы ең ауқымды территориясы бар мемлекет болғандығын білеміз. 9-10 ғасырлардан бастап қазақ даласында біз Қарахан мемлекетінің, Қарлықтар мемлекетінің, Оғыздар мемлекетінің және солардың кейінгі жерінде, солардың ұрпағы ретінде Қыпшақ мемлекетінің құрылғандығын және Орта Азияның ұлан-ғайыр даласын Батыс Европаның тарихшылары өз еңбектерінде жаңа Дешті Қыпшақ даласы деп атағандығын біз сіздерменен білеміз. Яғни Шыңғысхан шапқыншылығына дейінгі кезеңдегі түркі тілдес тайпалардың бірлескен құрылымы, яғни қазақ жеріндегі мемлекеттік құрылымның негізін қалыптастырған, яғни қазақ хандығы құрылғанға дейінгі жаңа түркі тайпаларының жүріп өткен жолы бүгінгі біз көріп отырған Қазақстан Республикасы сияқты мемлекеттің жаңағы эволюциясы, яғни дамуында жүріп өткен жолы деп түсінуіміз керекпіз. Енді жалпы отандық тарихшылардың еңбегінде жаңа Шыңғысхан шапқыншылығы түркі тілдес тайпалардың этностық негізде өзін анықтай отырып, жаңағы ұлттық мемлекет құруына бірнеше ғасыр өзінің кедергісін келтіріп,
Орта Азия даласындағы құрылған жаңағы жібек жолы бойында жатқан қала мәдениетінің негізін күйретіп кеткендігі туралы айтатын сіздер мектеп тарихында оқыған Қазақстан тарихы курсынан білетін болуларыңыз керексіздер. Шыңғыс ханның құрған үлкен империясының ішінде, яғни Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының ұлысының территориясында жатқан Дешті Қыпшақ даласында кейінгі қазақ хандығының құрылуына тікелей ықпал еткен Ақ Орда ұлысының, яғни жаңағы Жошы ханның үлкен ұлы Орда еженінің ұлысы жатқандығын білесіздер. Кейін Шыңғыс хан империясы ыдыраған кезде міне осы Ақ Орда ұлысының тікелей территориясында, яғни Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болып табылатын Керей және Жәнібек хандардың 1464-65 жылдары қазақ хандығының негізін құрғандығын білесіздер. Қазақ хандығы, яғни 18 ғасырдың аяғына дейінгі уақытта тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүре отырып, өзінің гүлдену деңгейіне жетті. Абылай ханның билігі аяқталғаннан кейін қазақ даласына солтүстіктен біртіндеп енген Ресей экспансиясының негізінде қазақ территориясы Ресейдің құрамына қосылды. Сөйтіп біз 20 ғасырдың соңына дейінгі уақытта, яғни алғашқы 250 жылдай уақыт шамамен алғанда Ресейдің, патшалық Ресейдің құрамында жатқан болсақ, соңғы 70 жыл уақытта, яғни Кеңес одағының құрамында жатқан одақтас ел ретінде өмір сүрдік. Енді өздеріңіз білесіздер, Алаш зиялыларының 1905 жылдан бастап 17 жылдар аралығында қазақ автономиясын құру әрекеттері нәтижесіз аяқталып, патшалық Ресей құлағанымен оның құрамындағы отар ел болған қазақ елі өзінің тәуелсіз мемлекетін құра алған жоқ. Тіпті кеңес үкіметінің құрамында автономия ретінде қалғанымен басқарудың тікелей тізгіні сол кездегі кеңестік қызыл империяның қолында болды. Одан кейінгі, яғни осы 20 ғасырдың соңында Кеңес одағының ыдырауына байланысты Қазақстан Республикасының 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіздігін жариялағандығын білесіздер. Енді мысалы сонау біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтан басталған біздің жеріміздегі мемлекеттің негізінің даму эволюциясы 3000 жылдай уақытта, яғни республика деңгейіне жетіп, 91 жылы өзін тәуелсіз мемлекет ретінде қайта құрды, қайта жаңғыртты. Яғни біз қазір сіздермен бірге көріп отырған Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретіндегі, егемен ел ретіндегі әлемдік деңгейде мойындалған мемлекет. Біздің Қазақстан Республикасының шекарасының ішіне кіретін территория бұл қазақ халқының автохонды, қазақ халқы автохонды халқы болып табылатын тікелей, яғни Қазақстан халқының жері деп айтуымызға болады. Нақты осы жерде екінші мәселе ретінде сіздерге Қазақстан Республикасының осы тәуелсіз Қазақстан Республикасының 20 ғасырдың басындағы және 21 ғасырдың басындағы тәуелсіз тарихын, яғни 100 жылдан астам тарихын оқытуда біз оны бірнеше кезеңдерге бөлеміз. Осы 20 ғасырдағы Қазақстан тарихының кезеңделуін мынандай кезеңдерге бөліп айтуға болады. Яғни революцияға дейінгі кезең, яғни 1917 жылға дейінгі патшалық Ресей құрамындағы Қазақстан тарихы, одан кейін 1917 жылы революция жеңіске жеткеннен кейінгі Қазақстандағы кеңестік биліктің орнығуы және қоғамның өзгеруі, қоғамдық құрылыстың өзгеруі тарихын қарастырамыз. Одан кейінгі кезең ретінде екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы, қазақстандықтардың екінші дүниежүзілік соғысқа қатысуы және соғыстан кейінгі экономиканы қалпына келтіру кезеңі.
яғни 60-шы жылдардың соңына дейін 70-80-ші жылдарда біз Қазақстанның тарихында, яғни кеңестік биліктің тоқырау кезеңіндегі Қазақстанның әлеуметтік, саяси және экономикалық мәселесін қарастырып өтеміз. Одан кейінгі 5-ші кезең ретінде 1991 жылдан бастап Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы және әлемдік деңгейде Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет ретінде өзін қалай танытты және қалай орнықтыра алды. Яғни бүгінгі күнге дейінгі біздің тарихымызды 5-ші кезеңде айтып өтетін боламыз.